Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай қатпарлы самса дайындадым. Бізге қажетті тартылған ет, құйрық май, картоп, пияз және тұз бұрыш. Мен барлығын қолмен турап шықтым. Өзіңіздің қалауыңызға қарай қолмен турасаңыз болады, ет тартқыштан өткізсеңіз болады. Менде алдын ала дайындалған осындай нан тоңазытқыштан алдын ала шығарып қойдым. Енді самсамызды жасаймыз. Осылай кішкентай бөліктерге бөліп алып, нанымызды жайып шығамын. Осылай мен нанымызды жасап алдық, енді жайып шығамыз. Салмасының граммдарын описанияға қалдырып жазып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Міне осылай нанымызды жазып дайындап алдық. Енді самсамызды түйетін боламыз. Міне осылай барлығына салып шықты. Енді өзіңіздің қалауыңызға қарай түйіп шықсаңыз болады. Өте дәмді сочный болып шығады. Пиязын, құйрық майын жақсы қоссаңыздар, өте сочный болып, сулы болып, әдемі болып шығады самсаларыңыз. Мен осылай барлығын жасап түйіп шықтым. Енді үстіне жұмыртқамызды сарысын жағып, күнжітін сеуіп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осы рецептімен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте дәмді, сочный болып шығады достар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Міне енді қызып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Міне самсамызды дайын болды. Міне начинкасын қараңыздар, өте сочный, сулы болып шықты достар. Лайк басып пікір қалдырайық. Сіздермен болған Гүлдариға, назарларыңызға рахмет.